Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім Софи. Мен сіздермен сынбайтын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын эластичный рулеттің құпиясымен бөлісетін боламын. Осы менің рецептімен жасаған рулеттеріңіз сіздерге сөз берем, дәл мен сияқты істесеңіздер сынбай әдемі болып шығады. Қалай орасаңыз да ол сынбайтын болып шығады. Және бұл бисквитті бар болғаны 4 ингредиенттен жасайды, және бұл рулеттің бисквитіне қопсытқыш қосылмайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен сіздерге осы рулеттің құпиясымен және лайфхактармен бөлісетін боламын осы видеода. Және комментарийға өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Міндетті түрде видеоны сақтап алыңыздар және арнама тіркеліп алыңыздар. Ал бұл бисквитін жасау үшін бізге қант, ванильді қант, ұн және жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаны ағынан сарысына ажыратып аламыз. Сонымен ағын жақсылап миксерлейміз әппақ болғанша. Бұл жерде рулетіңіз сынбай әдемі болып шығу үшін ыдысыңызда, миксеріңізде құп-құрғақ болу керек. Бір капля су болмау керек. Алғашында жұмыртқаның ағын 5 минут миксерлеп алғаннан кейін қантты бөліп салып отырасыздар. Осындай әппақ крем сияқты консистенция болғанша. Және қолмен осылай тексеріп алыңыздар. Егер қолыңызға қанттың кесектері болса әлі, онда ол әлі дайын емес, тағы да миксерлейтін боласыздар. Содан кейін ғана толықтай қант ерігеннен кейін жұмыртқаның сарысын бір-бірден осылай қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыздың көлемі өте үлкен болып, үлкейіп, пышный, воздушный болғанша өстіп жақсылап миксерлеп аласыздар. Содан кейін осы массамызға ұнды және ванильді қантты үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Міндетті түрде үккіштен өткізіңіздер, өйткені біздің массамыздың текстурасын бұзатын болады. Өстіп ұн мен ванильді қантымызды қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз, бірақ қатты араластыруға болмайды, өйткені осы массамыздың көлемі кішірейіп қалады. Сол үшін осылай астынан үстіне қарай жаймен аударып қана араластыратын боламыз. Ұнды мен сияқты осылай екі бөліп қосып араластырып отырсаңыздар дұрыс болады. Бұл бисквитпен жасаған рулеттеріңіз 15-20 минутта дайын болады. Және оның салмасына креміне қалаған нәрсеңіз саласыз. Дәмі ерекше болады енді. Сіздерге кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей осылай мен сияқты жаймен ғана астынан үстіне аударып отырып қана араластырыңыздар. Біздің осы пышный массамыз өзінің көлемін жоғалтпау керек. Достар, мен арнама тіркеліп, осы видеоны сақтап алыңыздар. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Өте оңай, тез дайын болатын рецепттер. Менің қазақша каналымды қолдап кетіңіздер. Комментарийға өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Көбісі бисквитін жасағанда рулеттердің шеттері кеуіп қалып жатады да, соны кесіп алып тастайды. Ал бір рулеттің шетін кесіп алып тастау, онда еш нәрсені қажет етпейді. Сосын сіздерге лайфхак, пергаментный бумаганы міндетті түрде майлап алыңыздар. Сонда рулеттеріңіз жабыспай жақсы алынатын болады. Көбісі негізі майламай қолдана береді, бірақ ол жабысып қалады, шыны керек. Шынын айтайын, әрез алынады. Осылай массамыз салып аласыздар да, жақсылап тегістеп, жан-жағына жеткізіп, бір келкі етіп жайып аламыз. Міндетті түрде пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Байқасаңыздар, менің рулетке арналған противенім ең кішкентай противен, сол үшін мен бұл массаны толықтай салған жоқпын. Ал сіздердің противендеріңіз үлкен болса, рулеттеріңіз тіптен үлкен, керемет болып шығады. Мінекей біздің бисквитіміз дайын. Осылай зубочисткамен шұқып көресіздер. Толықтай пісті. Жан-жағын осылай пергамент қағазынан босатып аламыз да, бетін орамалмен жақсылап жауып қоямыз. Бисквит өте керемет болып шықты. Камерадан да көрініп тұр ғой, видеодан. Эластичный, қараңыздар. Енді бұл бисквитіміздің бетін жауып, толықтай суытып аламыз. Сонда біздің бисквитіміз текстурасы мүлдем керемет болып шығады. Бұл бисквиттің ең жақсы жері ойбай кеуіп қалатын болды деп бірден тез орап дайындап қойып, ондай ештеңені қажет етпейді. Әшейін бетін жауып, толықтай суығанша қойып қойсаңыздар болды. Кеуіп қалмайды. Өзі влажный, дәмді, эластичный болып тұрады. Енді толықтай суыған рулетімізге бисквитіне осы салмасын жасайтын боламыз. Сіздер қалаған салманы қоссаңыздар болады. Менде салмасын сливкимен жасадым.
Және сіздерге кеңес, осы рулетті орайтын кезде салмаңызды шетіне дейін жеткізбей бос орын қалдырып қойыңыздар. Себебі ораған кезде салмаңыз сыртына шығып кететін болады. Және рулетті ораған кезде үстінен қатты басудың қажеті жоқ. Жаймен ақырын орап, формасын ұстайтындай ғана ақырын басып қойсаңыздар жеткілікті. Мінекей біздің рулетіміз дайын болып қалды. Енді біз оны әсемдейтін боламыз. Айтпақшы, рулеттің сыртындағы осы пергамент қағазын тастай салмаңыздар. Ол бізге қазір соңында қажет болады. Оны сіздерге көрсететін боламын. Біздің рулетіміз дайын. Енді осы рулетімізді әсемдейтін боламыз. Мен бұны орап қойғаннан кейін тағы 1 сағатқа қойдым. Егер асығыс болмасаңыздар, солай қойып қойсаңыздар жақсы. Жаңағы пергамент қағазын осылай қиып ыдысыңызға рулетті қойған кезде өстіп жан-жағына қойсаңыздар, сыртын әсемдегеннен кейін астындағы табаңыз, ыдысыңыз тап-таза болып тұрады. Осылай сыртына тоже сливки жағып әсемдедім. Енді осы рулетіміздің үстіне какао ұнтағын себетін боламыз. Бұл рулеттің дәмі өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Мен өзім қонақ шақырғанда осы рулетті жасаймын. Және сникерс рулеті бар ғой, соны жасап қонақтарымды осындай рулеттермен қуантамын. Сникерс рулетінде дәл осылай жасаса болады, бірақ какаосы көбірек, ұнды аздау салу керек болады. Келесі видеода сіздерге сникерс рулетін жасап көрсететін боламын. Ал біздің осы сливочный рулетіміз дайын. Өте дәмді, өте нәзік болып шықты. Осылай пергамент қағаздарын алып тастайсыздар. Мінекей осындай әдемі рулетіміз дайын. Және де осы рулетімізді үстіне шоколадпен әсемдедім. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын сіздерге. Сіздермен болған Әйгерім Ас Софи.